отдел кадрдың бастығын жіберші. Иә, тез кірсін. Да. Басеке шақырттыңыз ба? Шақырдым, келіңіз. Отчет па? Жоқ, отчет қоя тұр, ол емес. Сенің отдел кадр болып жұмыс істеп жүргенің қанша болды? 10 жыл болды. 10 жыл болды ма? Ал менің мына жерде басшы болып істегеніме 30 жыл болыпты. Бұл мекеменің жалпы іргетасын өзім қаладым. Өзім тұрғыздым. Міне осындай дәрежеге деңгейге жеткіздім. Қазір біз осы республикалық үштікке кіреміз біздің компания. Әрине басеке. Сондықтан да мен шаршадым. Шаршадым. Орныма біреуді қойып тапсырып кетсем деймін. Демалсам деймін. Сен қанша жыл болды істегенің? 10 жыл болды. 10 жыл болды. Енді сен 10 жылдың ішінде танып қалған шығарсың, иә? Барлығын танимын. Мекемеде кім әділ, кім адал, кім берілген мына біздің мекемеге. Кім 6-дан кейін тереу үйіне қашып кетпейді. Осында қалып таңға дейін жұмыс істейтін қызметкерлерді білетін шығарсың? Иә, сіз секілді. Сол білетін адамдардың үшеуін маған несін айт, аты жөнін айт. Аты жөнін айтайын ба? Зеленбай Нұрхат. Бұл кім еді? Бұл техника қауіпсіздігінің бастығы. Келесі басеке, Асылжан Баттал. Так. Бұл мекемеде бас инженер. Бас инженер. Так, үшінші. Үшінші Алтынбек Сәлімжан. Бұл кім? Бас бухгалтер. Бас есепші. Бас бухгалтер. Так. Осы үшеуінің документін дайында. Иә. Басеке, нема айлығын көтерейін деп жатсыз ба? Жоқ, айлықтары нормальный олардың. Қызмет бабын көтерейін деп жатсыз ба? Жоқ. Басеке, не үшін сұрап жатсыз? Үшеуінің документін дайында уволить үшеуінде. Жұмыстан шығар. Не үшін басеке? Не үшін? Ой, ертең менің орныма таласып бәле болады. Керегі ме сондай? Адал әділ жұмыс істейіндер. Ойбай, басеке, бұл үшеуі шығатын болса, біздің мына мекеменің жұмысы тоқтайды ғой, басеке. Маған десең, жүрегің тоқтап қалсын. Бар, шығар үшін. Өзіңде шығып кетесің әйтпесе. Бар, шығар деді ме бұл? Ұйқым тыныш болсын. Рахаттанып қалдым ғой. Ертең тағы орныма таласып бәле болады ма? Заранее құттан кім бұл? Уволить.